Бәріңізге ассалаумағалейкум достар. Қазақстан тарихы арнасына қош келдіңіздер. Видеоның басынан суреттерден көріп тұрғаныңыздай, бүгін біз аса көрнекті педагог, жазушы, фольклоршы, этнограф әрі қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин туралы білетін боламыз. Ал ендеше көп соза бермей видеомызды бастаймыз. Ыбырай Алтынсарин қазақтың ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында өшпес із қалдырды. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келді. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшыны Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше ізденуге бейім екенін байқатады. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Григорьевпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасын Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар жас бос уақытының бірінде де сол кітапханада өткізді. Білген үстіне біле түсем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманға ұмтылыс жас Ыбырайдың өмірлік кредосына айналды. Білімін жүйелі түрде жетілдірудің нәтижесінде ол өз заманының аса білімді азаматы болды. Орыс педагогика ғылымын терең зерттеп білу оны қазақ халқының көрнекті ағартушысы етіп қалыптастырды. Ол қазақ балалары үшін зайырлы мектептер ашуды армандады. 1860 жылы облыстық басқарма оған Торғай қаласында қазақ балалары үшін бастауыш мектеп ашуды тапсырды. Өзі сол мектепке орыс тілінің мұғалімі болып тағайындалды. Ағартушылық идеялары жігерленген ол ауыл-ауылды аралап жергілікті халыққа білім алудың маңызды мен қажеттілігін түсіндіруге күш салды. Ондай мектептер ашу үшін қаржы-қаражат жинауды қолға алып, ақшаның алғашқы үлесін Ыбырай Алтынсариннің өзі қосты. Осыдан бастап оның ағартушылық және педагогикалық қызметі басталды. 1864 жылы қазақ балаларына арналған интернаты бар мектеп салтанатты түрде ашылды. Үгіт жұмыстарының нәтижесінде оқуға 16 бала жазылды. Кейінірек бұл мектептердегі оқушылардың саны арта бастады. Халық ағартушысы жүргізген үміт жұмыстары нәтижелі болды. Бұл ретте ол былай деп қуана жазды. Аш қасқырлардың қойға ұмтылғаны сияқты мен балаларды оқытуға қызу кірістім. Және мені өте қанағаттандырғаны бұл балалар әлде қайда 3 айдың ішінде оқуды тіпті жазуды үйреніп алды, деп қуана жазады Ыбырай Алтынсарин. 1879 жылы Ыбырай Алтынсарин Торғай облысы мектептерінің инспекторы болып тағайындалды. Оның еңбегінің арқасында білім беру саласы қазақ даласында кең орын алды. Атап айтқанда облыстың барлық уездік қалаларында училищелер ашылу қолға алынды. Ол осы мақсатпен Торғай облысының қазақ ауылдарына түгел аралап шықты. Халықтан қажетті қаржы жинастырды. Соның нәтижесінде барлық уездерде 2 сыныптық орыс-қазақ училищелерін ашты. Оларды мұғалімдермен және оқушылармен толық қамтамасыз етті. Ол өз замандастары арасында ғалым, этнограф, көсем сөзші әрі ақын ретінде кеңінен танымал болды. Ол орыс географиялық қоғамы Орынбордағы бөлімінің толық мүшесі болды. Географиялық қоғамның тапсырмалары мен баяндамалар жасап тұрды. Қазақ халқының этнографиясы бойынша мақалалар жарияланды. Атап айтқанда, кіші жүз қазақтарының жерлеу, ас беру, құда түсу, қыз ұзату және той жасау дәстүрі, ежелгі әдет ғұрып заңдары туралы зерттеу мақалалары жарық көрді. Ол өзінің жұмыстан қолы босаған кездерінің бәрінде ауыл арасында өткізді. Туған халқының тарихы, фольклоры, шежіресі, әдет ғұрпы, салт дәстүрі туралы материалдар жинақтады. Ыбырай Алтынсарин патша үкіметінің жергілікті халыққа
қысым жасайтын жүгенсіз саясатын айыптап отырды. Оған 1880 жылы Оренбургский листок газетінде жарияланған мақалаларды айқын дәлел. Ол өз ғұмырының соңғы кезінде былай деп жазды: "Мен түбегейлі терең сеніммен туған халқыма шамамның келгенінше пайданы тигізсем деген ниетімнен ешқашан бас тартпаймын". Ыбырай Алтынсариннің ұшан теңіз еңбегі қазақ халқының білім көкжиегінің кеңеюіне, рухани және мәдени гүлденуіне игі ықпал етті. Оның есімі халықтың есінде мәңгі сақталды. Бүгінге Ұлттық білім академиясы Ыбырай Алтынсариннің есімімен аталды. Еліміздегі педагогтер қауымының ең таңдаулы өкілдері жыл сайын Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгімен марапатталады. Ағартушы ғылымның құрметіне жыл сайын ғылыми конференциялар өткізіліп тұрады. Ал достар, осы Ыбырай Алтынсарин туралы видеомызда соңына таяп қалды. Егер сіз Ыбырай Алтынсарин туралы жақсы білсеңіз, немесе Ыбырай Алтынсариннің өлеңдерін, шығармаларын сүйіп оқып, жаттап жүрсеңіз, осы төмендегі пікір алаңға жазып кетсеңіздер болады. Мен қуана оқитын едім. Осы видеоға ұнайды деген кнопканы басып, және де менің арнама тіркеліп қоңыраушаны бассаңыз, менен шыққан осы каналда шыққан видеолардың бәрін ең бірінші болып көруіңізге мүмкіндігіңіз бар. Ал ендеше, достар, видеомыз да аяқталды. Сіздермен болған Қазақстан тарихы арнасы. Сау саламатта кездескенше сау болыңыздар.